Ассалаумағалейкум, автокөлік сүйер қауым. Бүгін 7 шілде Алматы қаласы көліктің бағасын білуге келіп отырмыз. Toyota Camry 75 2020 жылғы бағасын жазбаған. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Салон көріп жүрейік. Салоны кожа. Жағы осындай. Range Rover. Екі мың 10 жылғы дизельмен жүреді, 3.6 двигательный объем 12 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Toyota Camry. Кореядан қуып келген 2010 жылғы 2.5 автомат 8 миллион 600 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Артқы жағы бәрі жақсы. Ішкі салоны осындай. Шайбет жақсы екен. Alt жағы люк бар үстінде. Жақсы. Kia Sportage 2021 жылғы 15 миллион 900 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Арт жағынан былай. Toyota Camry 35-ка. 2005 жылғы 2.4 автомат. Бағасын жазбаған. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Nissan X-Trail 9 миллион сұрап жатыр. 2017 жылғы 2.5 объем дейді. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Camry, Toyota Camry 20-ка 97 жылғы 3 объем автомат 4 миллион сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағы да ұрылбаған, сызылбаған. Жағы таза. Арт жағы да таза. Toyota Camry 25-ка 2000 жылғы 2.2 автомат 3 миллион 700 сұрап жатыр.
Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Toyota Camry 30-ка. Сыртқы кузовы жағдайы жақсы. Арт жағы мынандай. Ішкі салоны кожа. Арт жағы да кожа. Toyota Corolla 98 жылғы бірінші поколение 1.6 автомат 2 миллион 900 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Opel Astra. Opel Astra 2012 жылғы 44 автомат 4600 жыл. Toyota Camry 10-ка. 97 жылғы 2500 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Toyota Avensis 2004 жылғы 2.4 4.5 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Коробка автомат. Honda CR-V 95 жылғы объемы 2 автомат 2 миллион 700 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Ішері мажылмаған, майыспаған, сызылып жарылмаған. BMW 520. Тоқсан үшінші жылғы объем механика 3 миллион 500 сұрап жатыр. Toyota Windom 98 жылғы объем коробка автомат 4 миллион 100 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Mitsubishi Lancer 2013 жылғы 1.5 автомат 4 миллион 200 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Mitsubishi Charisma 97 жылғы 1.6 автомат 1 миллион 570 сұрап жатыр.
Сыртқы кузовда жағдайы орташа десе болады. Toyota Carina E 96 жылғы 1.8 2100 сұрап жатыр. Сыртқы кузовдың жағдайы орташа десе болады. Mercedes 2000 жылғы 1987 жылғы 205 автомат. Сыртқы кузов жағдайы жақсы десе болады. Mercedes парк. Қосылған жылғы 2 авион 2 миллион тұрап жатыр. Сыртқы кузов жағдайы жақсы. Автокөлік базарында көлік көп, алып атқан адам жоқ. Жай адамдар қарап кетіп жатыр. Бағалары түспеген. Утилизбордың, первичканың жағдайы мәселесі шешілмей, баға сол қалыпты қымбат сатылуда болады. Ескі көліктердің бағалары. Лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Ассаламу алейкум.